Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Айгерім. Бүгін өзімнің арнамда дәл осындай дәмі ауызда еритін конфет дайындайтын боламыз. Бұл конфеттің ерекшелігі құрамында ешқандай да ақ қанттың қоспасынсыз жасалады және де иммунитетімізді көтеретін, нығайтатын, құрамы дәрумендер мен минералдарға өте бай конфет дайындайтын боламыз. Ал мен бұл конфетімді үйдегі бар сухофрукты және де дәндер бар, солардың барлығынан жасадым. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңызша үйдегі бар заттарыңызбен жасасаңыздар болады, яғни сухофруктыларыңыз бен дәндеріңізді қолданатын боласыздар. Біздің бұл конфетіміздің жасалуы өте оңай және де тез дайын болады. Әсіресе пайдасы өте адам ағзасына көп десем де болады. Сіздер де менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалап, дәл осы конфетіміздің жасалу жолын бірге көрейік достар. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің осындай салған пайдалы рецепттерім сіздерге бірінші болып шығып тұру үшін достар. Ал мен көп созбай рецепті бастайын. Сіздер менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалаңыздар достар. Біздің бұл конфетімізге дәл осындай сухофруктылардың барлық түрі болады достар. Сіздер өз қалаларыңыздан, үйлеріңізден қай түрін табасыздар, соларды пайдаланып жасай берсеңіздер болады. Менде мына жерде мейіз бар, грек жаңғағы бар, миндаль бар, асқабақтың дәні бар, және де сары өрігіміз бар, құрмамыз бар достар, және де қара сливамыз бар. Осындай барлық сухофруктыларымызды пайдаланбас бұрын жақсылап жуып тазарта аламыз достар. Жақсылап тазартылған өрік мейіздерімізді мясорубкамыздың көмегімен кезек-кезек салып өткізіп алатын боламыз. Болмаса блендермен де жасай берсеңіздер болады достар. Мен осы жерде тек қана сары май мен бал ғана қостым достар. Сіздер өз қалауларыңызша лимонның сығындысын немесе имбир болса, имбирді де қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін өз қалауларыңызша формаларын жасап шықсаңыздар болады достар. Немесе таза бір ыдыстарыңызға салып, бетін жауып қойып қойсаңыздар да болады. Ал мен шаймен ішкенге ыңғайлы болсын деп, дәл осылай домалақтап конфеттің формаларын жасап қойдым. Достар, біздің конфеттеріміз дайын. Дәл осылай қолданып шайға іше берсеңіздер болады. Немесе мен секілді заттарын сәндеп, әдемілеп қойсаңыздар да болады. Мен өзіме сәндік үшін дәл осылай шоколадқа бірінші аунатып, малып алдым. Одан кейін барып кокосовый стружкаға салып алдым. Себебі дәмі өте ерекше болу үшін және де балаларыма ұнау үшін дәл осылай шоколадпен сәндеп қойдым достар. Сіздер де міндетті түрде дәл осылай шайға қолдансаңыздар болады, және де балаларыңызға міндетті түрде дәл осындай витаминдерді ұсынсаңыздар болады достар. Мінекей достар, менде бірнеше бөлігі дәл осылай шоколадпен және кокоспен болып шықты. Ал жартысын мен тек қана шоколадпен ғана жасадым, ал бетіне осындай орехтардан сеуіп қойдым достар. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында дәл осындай өте оңай әрі пайдалы конфеттермен шай ішіңіздер достар. Міндетті түрде үйлеріңізге, отбасыларыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар достар.